есеңгіреп тұрып қалды. «Таныдың ба?» деді жігіт ақырын жымиып. «Таныдым. Неге танымауым керек? Сен сондай өзгеріп, әдемі болып кетіпсің. Бақыттысың ғой. Кешір мені, ренжіме. Сен де бақыттысың, Ләйлек». Құмар қыздың мәңгілік құрысып қатып қалған бала бейнесіне мән бермеді. Көрмегенсіді, білмегенсіді. Қыздың онсыз да өзіне қадалған мұңлы жанарына қара салғысы келмеді. Оның ішкі дүниесін ойсырап тұрғанын да сезбегендей, қыздың кіп-кішкентай иығына қолын салып, «Ләйлек, жүр билейік» деп, «Мен сені биге шақыруға келдім». Сол сәт жәудіреп қараған Ләйла қызды жерден көтеріп алып, маңдайынан сүйді. Қыз жүрегі езіліп кетті. Жігіт қызды көтерген қалпы қаптаған көпшіліктің дәл ортасына еніп барады. Екеуі де бүкіл дүниені бір сәт ұмытып кеткендей айналып билеп жүр. Ләйла қыз көзін жұмды. Бас айналып кетті ме, әлде ұмыт болған қыз сезім селт етіп, мұның әлсіз денесінің тынышын алды ма, көзін аша алмады. Сол қалпы Құмардың мойнынан қапсыра құшақтап қатып қалыпты. Жігіт сәл сыбыр етіп, «Ләйлек, ақ Ләйла» деді. Қыз есеңгіреп барып көзін ашты. «Тойға келіп едік, ауылда ешкімде қалмауға айналған ба қалай? Сені көріп қуанып кеттім». Қыз жүзіне қызғылт рең пайда болды. Бір түрлі қысылып, ұялып тұр. Үстіне киген қып-қысқа шыт көйлегінен де Қатираның қоярда қоймай мұны бала сияқты етіп, дәл төбесіне қып-қызыл бантик тағып бергеніне де намыстанып күйіп барады. Бірі балалықтан қол үзіп, бозбаланың күйін кешіп жүр. Бірі керісінше болашақтан қол үзіп, мәңгі бақи өспей, жетілмей мүгедек күйіпте қалған. Әлде тағдыр дегеннің өзі осы ма? Өзіне сөйлеп тұрған жігіттің даусы бұл жолы әсерсіз болды ма? Әлде тағы бір сүреңсіз, сұрғылт ойдың шырмауына түсіп кетті ме? Әйтеуір Құмардың бірде-бір сөзіне құлақ аспады. Меңіреу адамша сілейіп қатып қалыпты. Қыз егделеп кеткен қолын жасыра қойды. Ұйқыдан оянғандай есін жиып, жан-жағына қарады. Жалғыз өзі. «Құмар, қайдасың?» Қыз жан-жағына жалтақтай қарады. Ығыз-жығы халықтың арасынан жігітті іздеген қыз аласұрып адамдарға тіксіне қарап, «Құмар қайда? Қайда жібердіңдер? Қайда кетті? Қайда?» деп сұрастыра берген. Өмірінде алғаш рет адамдармен қатарласып, арман дүниесінің жалынын мықтап бір ұстағандай еді. Ол да сусып қолынан шығып кетті. Жаңа ғана бар қасірет атаулыдан бір жола арылып, әуеде қалықтап жүреді. Топ етіп қара жерге қайта түсті. Қыз тағы да жаны ұшыра, «Құмар» деп дауыстап қалып еді. Әлде кімдер мырс-мырс етіп күлгенін, пыш-пыш етіп сөйлегенін сезді. Осы бір азаптан құтқарыңдаршы мені деп қыз шыңғырып жібергісі келген. Сонда ғана әлгі бір мейірімі мол, жап-жарық айды іздеген. Соған қарай ентелеп ұшып, тобылғысы сірескен терең сайға беттеген. Ләйла қыз көкке қадалып, жас іркілген жанарымен жалаңаш айды аймалап, иегін көтеріп ғарыштағы жарық айға бетін тосты. Бұл кезде қарауыл қаралы күйдеді. Қарттар жағы күңіреніп, таяғына сүйеніп, күрсініп тұрған. Қара жамылған әйелдер бір-бірімен дауыс салысып, көрісіп, сай сүйегіңді сырқыратып зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп, «Айырылдық қой» дейді. «Болашақтан үміт жоқ, бейбақ болдық қой, ұрпақсыз тұл қалдық қой, ата-баба жереді, күлін көкке ұшырды ғой». Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірі басын сүйіп, еңіреп жылаулы. Есі шыққан Ләйла Қатираны іздеп таба алмады. Қарауылға не болғанын, неге осынша аңырап, зарлап жатқанын ұқпады. Көзі атыздай болып, шарасынан шығып кете жаздап тұр. Ойпыр-ай, не күн туған, не болған адамдарға? Қыздың қол аяғы қалш-қалш етіп, көзі жұмылып бара жатты. Қарауылдың тұрғындары сол күні қақ айырылып, үңірейіп жатқан жерді көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді. Сол күнгі еңіреген қалың жұрттың дауысы әлде кімдердің құлағына жеткен бе? Ақ киім киіп бейтаныс жандар түн ішінде келіп, жетілмей қалған мәңгілік бала бейне әулетінің бәрін жинап, бітеу қара машинаға тиеп жатты. Ішінен шыққан баласы емес пе? Қимастықпен боздаған атана зарлап қала берді. Бұл сәтте Ләйла терең сайда еді. Оны іздегендер де,
іздескендер де таба алмады. Әдеттегідей ел көзінен жасырынып келген Ләйла қыз терең сайға жетіп, жарық аймен кездескен. Ұзақ үнсіздіктен кейін балалық бар арман тілегін, Құмарға деген қыз сезімінің бой көтергенін жасырмай ағынан жарылып, түнгі сай ішінде жалғыз өзі күбір-күбір еткен. Сонда ай жарықтық қыз сезімінің тіршілігіне сүйсініп, дірілдеп жылап тұрғандай көрінген. Сол түннің суық ызғарында ұмытып, екі тізесін ебедейсіз өсіп кеткен екі қолымен құшақтап алып, Ләйла ұзақ отырды. Орнынан тұра бере, бұрынғыдай емес, денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суығы алып қалды ма, әлде ыстығы көтеріліп тұр ма, егде қолдарының күші қайтып, қайраты таусылып, Қатира үйінің есігін зор ашты. Әйелдің шатынаған көздері қадалып, мұның онсыз да жаралы жанын онан әрі жаныштап жіберді. Айтпады деме, енді кешігеді екенсің, күз болмақ түгілі қыс болса да үйден қуып шығамын, білдің бе? Қатира екіленіп алыпты. Қыздың құлағына алыстан талып қасқырдың ұлығаны естілді. Қумашы, деді жалына қарап, иегі дірілдеп, көзі бозарып кетіпті. Ләйла көзін аша алмады. Мұп-мұздай қолымен аяғына әлдене тиіп кетсе болдақ, еріндері қыбырлап. Құмармысың? Сен қайдан жүрсің? Мен сені сол күні ұзақ іздедім емес пе? Кел, өткендегідей мені биікке көтеріп, айналып биле. Кел, Құмар, деп сандырақтайды. Қыздың ауыр халіне ешкім де алаңдап, көңіл бөлмегендіктен оның не айтып, не сөйлеп жатқаны үйдегілерге беймәлім еді. Тек сол күні түнде дәрігер келіп кеткеннен кейін ғана қыз әлсіреп басын көтерді. Бас жағындағы өзін бағып отырғандарға көз салды. Екеуі де көрші ауданның басшы азаматтары сияқты. Өзіңнің көңіліңді де сұрай келдік дегендеріне Ләйла масайрап, өңі қашқан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, көзін жерге салды. Осы келіп отырған екеуден қыз жақсылықтың нышанын күтіп, сөздің аяғын бақты. Қарағым Ләйла, сенің де көрген қасіретің аз емес. Жаңағы сөз бастаған күмілжіп отырып қалды да, ертең біздің ауданда қаралы жиын өтпек. Өзің сияқты балаларды өткенде қала жаққа алып кеткен. Содан әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді, міне, көзге көрінер өзің қалған екенсің. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қолға ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп еді. Сол-ақ екен, қыздың құлағы шулап, басы айналып кетті. Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер тұнған күннің белгісі ретінде, иә, әйтеуір жақсылықтың емес, жамандықтың, тек жамандықтың белгісімін. О, Құдай! Ал, Ләйла, жолға жиналсақ. Қыз талықсық барып көзін ашты. Бұл жолы әлгі бір ағыл-тегіл болып, жанарына толып кететін жас көрінбеді, бірақ әлсін-әлсін өксей берді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мені аяңдаршы, мен ел көзіне оғаш, мүгедек болғаныммен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Отырғандар түнеріп үнсіз қалды. Қыздың онсыз да үзілгелі тұрған нәзік жанын ешкім түсіне алмады. Намыс қойын қарай көр, жаман неменің, деп Қатира күңк-күңк етті. Ләйла көзін қайта ашып, отырған адамдарға ұзақ телміріп жатты. Сосын оларға сыбырлап, Құмарда бола ма? Ол да сол қаралы жиынға қатыса ма? Деді, әрең жұтынып. Отырғандар ешнәрсе түсінбеді. Ләйла көзін қайта жұмып, ұзақ жатты да бір уақытта абанық етіп, бармаймын, бара алмаймын, кідірмей жүре беріңіздер, деді. Тұңғышымның да қызығын көруге жеткізді. Осыған да тәуба, осы да жетеді, деп сампылдаған Қатираның дауысы төсек тартып жатқан Ләйлаға апанық естілді. Өмір қандай арзан. Бір ғана ыстығы басылмаған қуаныш үстінде жаныңды қия салу қиянат емес пе? Өй, байқұс, тоқтатсайшы. Тоқтат, деп Ләйланың дауыстағысы келген. Бірақ үні шықпады. Қатира үйіне келген біреуге даурығып сөйлеп жатса керек. Той өткеннен кейін ақ қарауылдан кетемін. Қасиетті жер еді, қадірден әбден жұрдай болды. Жақсының арты жын деуші еді. Шынымен ақ адам естіп, көз көрмеген қасіреттің бәрі Абай ата басқан топырақтан шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да, деп ойлады Ләйла қыз.
Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Қарауылдың барлық терезесінен сығалап іздеп тінтіп жүріп, Ләйла қызды әрең тауып алған сияқты. Әппақ болып, дөңгеленіп, ерекше бір нұрмен қыз бетіне төніп тұр. Науқас қыз айға қарап, алғаш рет жымиған, көптен күткен жан ашырын, сырласын терезе сыртынан байқап қалып, қыз жүрегі елжіреп сала берген. Өз тағдырына, адамдарға деген өкпесі сол күнгі ағыл-тегіл көз жасына айналды. Сол сәт жап-жарық айдан мәңгілік адасып қалатындай тағатсыздана сүйсініп, тағы да қарады. Қасірет шеккен жан иесінің жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа деді. Айда, қыз да бір-бірімен ажыраса алмай, бірін-бірі қимай ұзақ аймаласты. Жарығай Ләйла қызды қара жерге қимады. Ләйла да алғаш рет айды түн қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартылыс сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тіршіліктің елсінде елеңдеп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарық ай қыз бен жерді айналып алыстап барады. Ләйло қыздың жанары айға қадалған қалпы айрылғысы келмеді. Соншалық қиналып жатып тырысып еді, жігері жететін емес. Бойына біткен күш қайрат мүлдем азайып барады, бітіп барады. Қыз бетіне түскен ай сәулесінен самайына қарай құлап, жол салып, дөңгелеп жатқан көз жасы анық көрінеді. Жанарындағы көлкілдеген жастың әсері ме, қыз көзінің сәулесі азайып кеткендей болды. Жанталасып, егде қолдарымен көз жасын сүртіп тастауға тырысып еді, қозғалтпады. Ләйла қыз мұңайып, жанарын бір жұмып, дем алып тағы ашамын деген. Бірақ жан тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған ай биіктеп жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік. Бірі жер баласы, бірі түн баласы. Қатира тойға дайындалып жүріп, әдеттен тыс ұзарып, сұлап жатқан Ләйланың қасына ентеліп жетіп барады да үңіле қарады. Ойбай, мына бейбақ өліп қалғаннан сау ма? Құдай-ау, өліп қалыпты, енді қайттым. Қырсықты неменің дәл той күні өлетінін кім білген? Қатира өзінен өзі сөйлеп, әрлі-берлі жүріп сенделіп қалды. Қап, дәл той күні қылжия қалғанын көрмеймісің? Қасиетсіз неме. Той үстінде кімге барып ат үсті өлімді хабарлайсың? Жатсын енді, менен басқа мұны әзір сезе қойған ешкім жоқ деген әйелдің сумақай жүйрік ойы бір сәтте шешім қабылдап, кезеріп жатқан қыз жүзін орамалмен жасырып жаба салған. Сол бойы үйден жүгіріп шыққан Қатира сасып қалды. Алыстан өзіне таныс зарлы әуен талып естілді. Қара жамылған қарауылдың топ-топ адамдары аңырап, тағы да керісіп жүр. Айтқан сөздерінен төбе құйқан шымырлап, сай сүйегің сырқырайды. Ойпыр-ау, өлтіреме қайтеді. Түнде тағы да жарылыс болды. Қатира дір-дір етті. Әлгінің өліміне сол жарылыстың әсері болмасын деді іштей сыбырлап. Еңіреп жатқан сонау қаралы топты той болатын үйіне жақындатқысы келмеді. Аулақ, тұңғышымның қызығын тойлатуға да мұрша бермедіңдер ме? Өлгенде бір көрген қызығымды қисаңдаршы, тым болмағанда. Сосын әлі үйінен шықпаған Ләйланың сүйегі есіне түскенде әлсіреп, өңі қуарып, бүк түсіп отыра кетті. Қарауылдың қаралы тобыры осылай қарай бет алыпты. Шулап келеді. Қатираның дыбысы шықпады. Біресе алақанын жайып, көптен жәрдем сұрайды. Біресе екі қолын төбесіне қойып, аңырап, босағасына қарай теңселіп құлай береді. Қалықтап жылжыған ай сәулесі қараңғыда қалып бара жатқан Қатираның жүзіне сонау алыстағы қалпы жіп-жіңішке болып түсті. Өзі шалқайып жатыр. Қатираның көзіне ай жарылып, екіге бөлінгендей көрінді. Ойпыр-ай, деді ол сыбыр-сыбыр етіп. Ендігі жерде қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып сән бермейді десеңші, сүттей аппақ болып, қап-қараңғы түннің көзін ашпайды десеңші, саусақтары дір-дір етіп, кеудесін қысып бара жатқан бешпетінің түймелерін ағыта берді.